Күн баршаңызға бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте дәмді және тез дайындалатын мороженое дайындайтын боламыз, яғни балмұздақ. Ең алдымен біз мороженое дайындайтын банан, малина, әртүрлі жемістерден дайындасаңыздар болады. Қатырып алуымыз қажет, яғни мұздатқышқа қатырып алған кезде ол жақсы өзінің формасын ұстайтын болады. Міндетті түрде қатырып алу керек. Менде осындай 2 бананды және малинаны қатырып алдым. Бананды осылай қатырып алғаннан кейін сыртын ашып тастап, бізге іші қажет болады. Бөліктерге бөліп алатын боламыз. Кез келген жеміспен дайындаса болады. Кивимен, смородина, банан, бананның қасына кез келген, мен малинаны қостым. Киви, банан, немесе смородина, құлпынай, барлығын қоса берсеңіздер болады. Бірақ ең алдымен міндетті түрде осылай қатырып алу қажет боламыз. Енді турап блендерге салатын боламыз. Мен мына жерде сливки, торттарға пайдаланатын кәдімгі сливки, қою сүт. Тәтті болу үшін сіздер сгущенка, яғни қойытылған сүт қоссаңыздар өте дәмді болады. Кәдімгі магазиндегідей балмұздақ болады. Менде балдарыма сгущенкаға аллергия болғандықтан мына жерде сгущенка қолданған жоқпын. Бірақ міндетті түрде сгущенкамен істесеңіздер өте дәмді болады. Енді барлығын осылай салып, мұнда мен малинам да қатып тұр. Сливкиім де мұздай. Сливки, егерде сіздер сгущенка қолданатын болсаңыздар, сливки қолданбасаңыздар болады. Екеуінің біреуін қолданасыздар. Енді жақсылап блендерде айналдырып алатын боламыз. Мінекей барлығы ішінде езілгенше айналдырып алдық. Осындай қою өте әдемі түссе осындай біздің мороженеміз дайын болды. Енді кез келген ыдысқа салып, балдарыңызға өздеріңізге ұсынсаңыздар болады. Мен осындай әдемілік үшін кондитер пакетке салып, осындай формамен істедім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай және қолжетімді және ешқандай зиянды қоспасыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.